Сәлем достар, бүгін кальций глюконат туралы айтатын боламыз. Фармакологиялық тобы ағзадағы кальций тапшылығын толтыратын препарат. Кальций сүйектінің қалыптасуына, қанның ұю процесіне қатысатын макроэлемент, тұрақты жүрек қызметін, жүйке импульстарының берілу процесін сақтау үшін қажет. Бұлшықет дистрофиясы, миостения грависі кезінде бұлшықеттің жүрілуін жақсартады, қан тамырларының өткізгіштігін төмендетеді. Фармакологиялық әсері бұлшықетке енгізген кезде кальций симпатикалық жүйке жүйесінің қосылуын және бүйрек үсті бездің адреналинді шығаруының жоғарылауын тудырады, орташа диуретикалық әсерге ие. Фармакокинетикасы жиі қабылдағаннан кейін тозаңның 3/5 бөлігі А ішектен сіңеді. Бұл процесс Т дәруменінің болуына, pH-қа, тамақтану ерекшеліктеріне және де кальций иондарын байланыстыратын факторлардың болуына байланысты. Шамамен 20% бүйрек арқылы шығарылады, қалған бөлігі, яғни 80% ішек арқылы сыртқа шығарылады. Парентеральды енгізуден кейін ол ағзаның мүшелері мен тіндерінде біркелкі бөлінеді. Плазма ақуыздармен байланысу 45% құрайды. Плацентарлы тосқауыл арқылы өтеді. Денеден негізінен бүйрек арқылы шығарылады. Қолданылады гипокальцемия, гипопаратиреоз, паренхималық гепатит, бауырдың уыты зақымдану кезінде нефрит, эклампсия, пароксималды миоплегия, өкпе, асқазан, ішек, мұрын, жатырдан қан кетуге арналған қосымша гемостатикалық агент ретінде қолдануға болады. Сонымен қатар жүктілік, лактация кезінде ағзаның өсу кезеңінде тағамдық кальцийдің жеткіліксіз мөлшері оның метаболизм бұзылу кезінде қолданамыз. Жанама әсері метаболизм жағынан гиперкальцемия, гиперкальциурия, өте сирек сүтсіздік синдром, ас қорыту жүйесі жағынан әлсіз функционалды бұзылулар, яғни аш қату, диарея, ас қорыту бұзылыстары, тері және де терасындағы тіндерден өте сирек шу-бүртпе байқалуы мүмкін. Сонымен қатар жалпы реакциялар жылу сезім мүдделердің жоғарылауы, жүрек қан тамыр жүйесінде қан қысым төмендеуі, брадикардия, аритмия, вазодилатация, циркуляторлық коллапс, жергілікті реакциялар бұлшықет енгізу кезінде ауырсыну немесе эритема, инфильтрат, сонымен қатар абсцесс болуы мүмкін. Қандай кезде қолдануға болмайды? Гиперкальцемия кезінде ауыр гиперкальциурия, бүйрек науы жеткіліксіздігі кезінде невроуралитиаз, тромбозға бейімділік, кальций глюконатының жоғары сезімталдық ішек қабылдау үшін 3 жасқа дейінгі балаларға және де бұлшықет енгізу үшін 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге қолдануға болмайды. Егер пайдалы болған болсам, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытып кетпеңіз.